Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет пирожкилер духовкада пісіретін боламыз. Пирожкилеріміз өте дәмді, қып-қызыл, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Шай қасықпенен қантымызды саламыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз да кішкене бетін жауып қалдырып қоямыз. Арада аз уақыт өткенде ыдысымызды алып, бетін ашып, тұзымызды саламыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз және сұйық май құятын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін електен өткізіп, ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп, ұндарыңызды салыңыздар. Қолымызбен енді жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз орташа қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымыздың үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап еу қанғанша қамырымызды илеп аламыз. Қамырларымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қалдыратын боламыз. Енді осы аралықта арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін табамызға аздап май құйып, бір пиязымызды турап, алтын түске енгенше қуырып алатын боламыз. Міне пияздарымыз сарғайып жатыр. Алдын ала картопымызды қайнатып алдым мен. Осылай езіп аламыз біркелкі етіп. Шаншықмен езіп алсаңыздар да бола береді. Үстінен пиязымызды саламыз. Дәміне қарай аздап тұз қосамыз және қарабұрыш салатын боламыз. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Салмасы дайын болды. Бір шетке қалдырып қоямыз. Енді ашып шыққан қамырымызды алып, ыдысымыздан босатып аламыз. Қамырымызға кішкене ғана май құйып, жаятын боламыз. Ешқандай ұн қоспаймыз. Қамырларымызды орта шағып жайып аламыз. Жұқа қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз. Барлығы біркелкі болып шықсын деп, осылай дөңгелек қып ойып алдым мен. Арасына енді салмасын салып шығамыз барлығына. Екі шетін алып, қамырымызды осылай бір қолымызбенен жабыстырып шығатын боламыз. Не дәл осындай форма болады. Әр түрлі форма беріп, түйіп шықсаңыздар бола береді. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Пирожкилерімізді енді противенімізге осылай жайғастырып қойып аламыз барлығын. Бетін жауып, 10-15 минутқа тағы да қалдырып қоямыз. Міне көтеріліп шықты. Духовкаларымызды осы уақытта қыздырып қоясыздар 180 градусқа. Бетіне мен жұмыртқаның бір сарысы менен кішкене сүт қосып жағып шықтым. Қызып тұрған духовкада қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне қып-қызыл болып пісіп шықты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Әдемі болып, көтерілді, биік болып. Арасы да тоқтай піседі.
жұмсақ болып шықты. Балаларға да үлкендерге де ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Арасын көрсетейін енді. Беті асты, толықтай пісіп шығады, қып-қызыл болып. Арасы да міне толықтай пісіп шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.